Ол бізді сағынып жүретін жыр перзенті. Ол небәрі 30 жыл ғұмыр кешкен тұлға. Ол бас аяғы 10 жылдай ғана жыр жазған ақын. Ол Қарақалпақстанда туып, Қазақстанға деген сағыныш жырларын мен жеткізген ақын. Ол бізді сағынса, біз оны сағынамыз. Ол кім? Бүгінгі сабақ кімге, қай шығармаға арналады деп ойлайсыңдар? Бүгінгі сабақ Төлеген Айбергеновтің «Сағыныш» өлеңіне арналады деп ойлаймын. Тамаша, өте жақсы. Бүгінгі сабақ балалар Төлеген Айбергеновтің «Сағыныш» өлеңінің идеясы деп аталады. Оқу мақсаты автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау, автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу. Ал енді сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың идеялық мазмұнын түсіну, автор бейнесінің идеялық стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау және автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жасау. Енді дәптерімізді ашамыздағы Наурыздың 3-і сынып жұмысы Төлеген Айбергенов «Сағыныш» өлеңінің идеясы деп жазамыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз болар. Қоржынмен бағаланады. Яғни сендерге болар қоржынды үлестіріп беремін. Сол қоржындарыңды сендер алған балдарыңды, яғни асықпен, жебемен, қобызбен толықтырасыңдар. Үйде қандай тапсырма берілді? Үй жұмысына Төлеген Айбергеновтің өмірбаяны мен сағыныш өлеңін оқып беру. Дұрыс, тамаша, өте жақсы. Ал енді балалар, қазір үй тапсырмасын домбыра әдісімен бағалаймыз балалар. Яғни домбыра әдісі бойынша сұраймыз. Дескриптор мынандай балалар. Ақын өмірі мен шығармашылығы туралы тың деректер айтады 1 балл. Яғни әрқайсың домбыраның пернесі әртүрлі дыбыс шығаратын сияқты ойды қайталамайсыңдар. Ал қане бастаймыз. Төлеген Айбергенов 1937 жылы Қарақалпақстанның Қоңырат ауданында дүниеге келген. Төлеген Айбергенов Ташкент педагогикалық институтын бітірген. Ақын Қоңырат ауданындағы орта мектепте мұғалім болып жұмыс істеген. Төлеген Айбергенов Шымкент облысы Сарыағаш ауданында кешкі жастар мектебінің директоры болған. Ақын 1968 жылдан бастап Қазақстан Жазушылар одағы жанындағы әдебиетті насихаттау бюросына қызмет еткен. Өте жақсы, тамаша балалар. Мінекей, тура тым дерек айта бердік балалар. Барлығымызға бір балдан, иә? Ал енді келесі тапсырма балалар, менің асқақ арманым деп аталады. Қазір барлықтарына балалар, мына қағаз үлестіріледі. Яғни армандардың бәрі орындалады, әсіресе менікі демекші, өздерінің биік арман, мақсат, мұраттарыңды жазасыңдар. Сабақ соңында ең үлкен арманның иесіне сыйлық беріледі. Ал енді балалар, келесі тапсырма жұппен жұмыс. Қазір тез-тез жұптаса қоямыздағы жұппен жұмыс балалар. Өлең, ақын, мен деп аталады. Яғни, мына бөлімде балалар өзіңді жазасыңдар өлеңнен, сағыныш өлеңінен, одан кейін автор бейнесін сол өлең жолдар арқылы табасыңдар. Дескриптор балалар, автор бейнесіне мінездеме бересіңдер, яғни 1 балдық жұмыс балалар. Және біз оны қамшымен бағалаймыз. Түсіндік пе? Өзіңді сағындым жаным мен сені, көргім кетіп келбетіңді. Сағындым сенің күлкіңді, сағындым сенің ерке үніңді. Автор бейнесі. Автор жақын адамның қатты сағынған сезімтал, сезімі терең лирикалық кейіпкер. Өзіңді сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш болып мен демекен бараған. Автор бейнесі. Бұл үзіндіде автордың жан дүниесі өте сезімге бай екені көрінеді. Ақын жақын адамдардың шынайы, сабырлы, әсерлі сөздерімен жеткізеді. Өте жақсы, шындығында да болады. Жақын адамдарын жанынан артық жақсы көретін адам. Өзімді бұл адамдар бүркенін мен сендермен, ықыласыңа еш нәрсені теңгермен,
Сендер менің бақытымның бұлағы, сендер менің дарыма жел берген. Автор бейнесі. Автор туған жерден алыс болса да онымен бірге. Ол туған жерін өзінің бақытты санайтынын айтады. Өте жақсы, тамаша. Ал енді балалар, осы жұртпен жұмыс, яғни өлең, ақын мен бойынша балалар, мен жұмысы бойынша бағалайтын болсақ, барлықтарына бір-бір балдан, яғни қоржындарыңды бір-бір қамшымен толықтырасыңдар. Өйткені балалар, өлеңнен тамаша өзіңді танымай білдік, және автор бейнесін жақсы талдай біліңдер. Ал енді балалар, келесі тапсырма бірлескен топпен жұмыс, яғни топта жұмыс атқарасыңдар. Бұл алтын сандық әдісі, жұмыстарды балаларына асықпен бағалаймыз. Қазір балалар сандықтың ішінен шыққан сұрақтарға жауап бересіңдер. Яғни дискриптор, сұраққа дәл нақты жауапты ақын өмірімен байланыстыра отырып жауап бересіңдер. Екінші өлеңнен мысалдар келтіресіңдер. Сонда бір-бірден 2 балл аласыңдар. Ал енді алтын сандық ішіндегі сұрақтар мінекей осындай. Тамаша. Ал жауап береміз. Ақынның өлеңіне арқау болған не? Ақынның өлеңіне арқау болған оның туған жеріне, еліне, және жақын адамдарына деген терең сағынышы. Тамаша, өте жақсы. Қарай. Автор өзі көтерген мәселені қаншалықты аша білген. Ақын өлеңде туған жерге, елге, жақын адамдарға және балалық шаққа деген сезімді бейнелейді. Және ол адамның жүрегіндегі ең нәзік сезімді бейнелейді. Ал енді балалар, қазір балалар келесі тапсырма жұппен жұмыс орындайсыздар. Яғни жұппен жұмыс балалар бастаңғы әдісі арқылы іске асады. Бастаңғы дегеніміз не? Бастаңғы деген ауыл өркендері алыс жолға шығып кеткен кезде жастардың ұйымдастыратын той жиындары. Сонда жастар не істейді балалар ол кезде? Ол жерде дәстүрлі ойындарды ойнап, ән айтып көңіл көтереді. Дұрыс айтады. Неше түрлі ұлттық ойындарды да ойнайтын болған осы бастаңғы кездерінде, балалар, тамаша. Енді балалар, осы бастаңғы әдісі бойынша, яғни қазір тапсырманы мен ұсынамын. Одан да енді осы сендер өздерің бастаңғы ретінде тапсырма орындайсыңдар. Яғни жұптасасыңдар бір-бірімен, және келесі жұпқа тапсырма құрастырасыңдар. Сол тапсырманы одан кейін алған жұп сол тапсырманы орындайды. Сонда сендерде балалар бұл тапсырманың барлығы сағыныш деген сөздің төңірегінде, сағыныш сезімінің төңірегінде болу керек. Дискриптор балалар, тапсырма құрастырасыңдар, тапсырманы орындайсыңдар. Тапсырмалар балалар қобыспен бағаланады. Ал енді балалар, жұптар біткен сияқтымыз, ал енді бір-біріне тапсырмаларымды ұсыныңдар. Сағыныш өлеңінің аясында алтын еліктен әдісімен 6 сұрақ құрастырыңдар. Дискриптор 6 сұрақ құрастырады, 1 балл, сұрақтардың барлық түрін қамтиды, 1 балл. Сонымен аяғында 2 балл аласыңдар. Дұрыс айтады. 2 баллық жұмыс ұсынамыз. Тамаша жұмыс. Біздің тапсырмамыз сендерге 3 сөз ұсынамыз: сағыныш, естелік, балалық шақ, және сол 3 сөздің мағынасын ашып түсіндіресіңдер. Дескриптор 3 сөздің мағынасын түсіндіресіңдер және тапсырманы дұрыс орындайсыңдар. Өте жақсы жұмыс түрі. Ал енді жұмыстарын ауысып орындай береміз. Жұппен ақылдасамыз балалар, жұппен. Теңдікті бөлісіп алсақ та болады. 3 неліктен деген сұрақ. Сұрақтар бір-біріне ұқсап қалмау керек. Еске түсірейік балалар, бастаңғы әдісі бойынша бірінші жұп өздерінің жұмыстарын қайтадан айтыңдаршы қазір. Сағыныш, естелік, балалық шақ деген сөздің мағынасын түсіндіресіңдер. Дискрипторды орындаймыз, білеміз дискриптор. Ал Сағыныш дегеніміз адамда болатын сезімдердің бірі. Сағыныш сезімін адам басқа адамға, жерге, әлде өткен кезге сезінеді. Сағыныш сезімі ешқашан жоспарлы түрде өтпейді. Ол адамның еркінен тыс болатын сезім. Өте жақсы, қарай. Естелік деген сенің жадыңда қалған қуанышты немесе қайғылы оқиғалар. Балалық шақ дегеніміз ол біздің ойнап күлгеніміз, және
алаңсыз жүрген балалық шақта барлығы әдемі және қуанышты көрінеді. Әрбір адам балалық шақты сағынады. Жақсы деп ойлаймын. Ал енді сендер қалай ойлайсыңдар? Ескіліктер орындады ма? Я бұл топта ескіліктерді орындады, өте жақсы орындады. Ал енді балалар, Ордвал бағдарламасы бойынша Төлеген Айберген сағыныш өлеңі туралы сұрақтарға жауап береміз. Қай yaşta ашамыз? Ақын 1967 жылы 30 жасында қаза болды. Көреміз. Дұрыс. Келесі. Төлеген Айберген Қарақалпақстанның Қоғанат ауданында туылған. Дауыстап сөйлейміз. Тамаша, дұрыс. Келесі. 2. Тынышбай ақын. Бұл сөздің авторы? Тынышбай ақын. Тамаша. Келесі. Сағыныш өлеңі ақын Мұхтар Шахановқа арналған. Тамаша. Келесі. 1965 жылдан бастап Қазақстан жазушылар одағында әдебиетті насихаттау бюросында қызмет етті. Қаттырақ сөйлейміз. Дұрыс. Келесі 5-ші ашық қалды. Төлеген Айберген Қарақалпақстанның Қоғанат ауданында. Тамаша. Өте жақсы орындадық балалар, өте жақсы, тамаша. Ал енді балалар, келесі жұмыс түрі балалар, жеке жұмыс болады. Яғни бұл қолқа салу әдісі бойынша. Қолқа салу дегеннің өзі не? Жалпы өмірде. Қолқа салу дегеніміз үлкен жиын тойларда ат кішілерге, күйшілерге өзінің қалаған ән күйімді ұсынып, соларды айтып беруін сұрау. Дұрыс айтады, шындығында да балалар, жаның нені қалайды, соның шын тамаша орындаушысынан сұрап алу деген сөз, қолқа салу деген. Енді қолқа салу әдісі бойынша балалар, сағыныш деген сөзге қатысты тапсырмалар орындаймыз. Яғни алтын бесік ауылға, ардақты ата-анаға, қимас бауырға, құрбы құрдасқа, алыста қалған аяулы әлемге деген ыстық сағынышты осы жұмысқа салсақ болады. Яғни ескіліктер мынандай балалар. Сендер яғни сұрақ құрастырасыңдар, бұл жеке жұмыс балалар, сұрақ құрастырасыңдар. Одан кейін сол сұрақты жаныңдағы адамға қоясыңдар, кімге қойғың келеді, ол адамды да өзің таңдайсыңдар. Ол жауап береді, жауабына пікір білдіресіңдер. Одан кейін өз ойыңды қосып, өз ойыңды қосқанда балалар шығармашылықтарын танытулары қажет. Сонда жалпы 4 балл аласыңдар. Яғни бұл жебемен бағаланады, яғни қожымдарың жебемен толығады деген сөз. Ал енді балалар, бәріміз білген сияқтымыз, балалар, қолқа салу. Ал Дәрия бастай ғой. Нұрислам, егер балалық шаққа бір сәтке барсаң, не істер едің? Егер де мен балалық шаққа барсам, онда өзімнің ата-анаммен, достарыммен тура сондай балалық шақты өзімді өткізер едім. Дұрыс айтасың, балалық шақ достарымен, ата-анамен өткен кездер. Мен де өзім балалық шаққа барсам, сол сәтті сезінгім келеді. Ерболат, егер де сен балалық шағың жайлы ойланған кезінде сенің ойыңа қандай естеліктер келеді? Балалық шақ өте керемет кезең. Ол кезде мен өз сыныптастарымды да танымайтынмын. Ол кездегі есімде қалған оқиғалар көрші балалармен ойнағаным. Дұрыс айтасың. Бәріміз балалық шағымызда көрші балалармен ойнағанды жақсы көретінбіз. Дария, сағыныш сезімі адамға не үшін қажет? Сағыныш сезімі адамға ол бір-біріне деген құрметті, қадірді түсіну үшін қажет. Ол адамдардың арасындағы байланысты нығайтады. Сағыныш сезімі адамға өте қажет. Ол адамдардың көп көрмеген адамның туған жерінің қадірін түсіну үшін керек. Исахан, сенің балалық шағында қандай қызықтар болды? Менің балалық шағымда достарыммен, көрші балалармен ойнаған қызық сәттер болды. Дұрыс айтасың. Балалық шақта көп қызықтар болады. Дұрыс айтасыңдар. Яғни балалық шақ отырағы екеуінде.
балалық шақ патшаның тағы деп мағжан жұмабаев бекер айтпаған болар. Балалық шаққа деген сағыныш ол бізбен мәңгі қалатын құбылыс десек те болады. Ал енді балалар, қоржындарыңды балалар мына жебелермен толықтырасыңдар. Ал енді балалар, сабағымыз аяқталды. Сабағымызды балалар Төлеген Айбергеновтың өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Мен бүгін сонау көгілдір көлге сағынып ұшып барамын. Бірге қанатқа қасымнан қалмай сағынып көрген қарағым. Жалғасын сен ай, бұл асқақ әннің, жағылып кетсем мен егер, бұлама жылдар судыратқанда парағым. Ал енді балалар, кәне сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Кәне кім қандай баға алғанын көрейік балалар. Қоржындарын ашыңдар. Әркім өзінің қоржынына қанша жинаған. Кәне. Сонымен Дәрия қанша балл? 10. Ерболат? 9. Нұрислам? 9. Ералы? 8. Тамаша, неке балалар. Бүгінгі сабақтан осынша балалық деген сөз балалар. Өте жақсы қатыстық.